Жапония өзінің мәдениеті, салт-дәстүрі, сондай-ақ бүкіл әлемге танымал ерсі телевизиялық бағдарламалармен әйгілі. Тіпті мұндай шоуларды ақылға қонымсыз деңгейде өте жоғары болады. Күншығыс еліндегі ең қызықты төмендетулер мен оғаш қылықтар біздің топтамада. AK Bingo тек қана қыздар қатысатын доппен ойнатылатын ойын. Қыздар бұл ойынды доптан қашып құтылу керек. Бір қарағанда қарапайым ойын сияқты. Бірақ екі қатысушы қыздың доптан қашып құтыла алмағандай жағдай түбегейлі өзгереді. Жаза ретінде олардың ауыздарында ішінде тараққаны бар мөлді түтікшені салу керек. Шоудың бұл бөлімінде жеңіске жету үшін олар бір-бірінің ауыздарына тараққанды үрлеп салып жіберу тиіс. Ням-ням. Тора. Ал бұл ойында қатысушы 60 секунд ішінде 7 сұраққа жауап беру керек. Оп-оңай сияқты. Солай ма? Бірақ бұл жапон шоуы ғой. Демек қандай да бір күтпеген жағдай болу керек. Ал бұл ойындағы ерекше жағдай қатысушы жауап беріп жатқанда арнайы машина оны мумия сияқты бинтпен орайды. Егер қатысушы барлық сұраққа жауап беріп үлгермесе, машина оларды басына аяғына дейін мумиялайды. Содан кейін ол саркофагқа орналастырылады. Гаки но Цукай. Бұл ең танымал жапон шоу шығар. Бағдарлама 1989 жылдан бастап 2010 жылға дейін эфирден үзбей көрсетіліп келді. Осы уақыт ішінде 1000 көрсетілім шығарылды. Гаки но Цукай бірнеше блоктардан тұрды. Оның ең танымал бацо деп аталатын конкурс болды. Бацо ережелеріне сәйкес қатысушылар бүкіл шоу кезінде күлуге тыйым салынды, және түрлі фриктер олардың барлық тәсілмен күлдіруге тырысты. Егер қатысушылардың бірі шыдай алмай күліп қойса, ол жазаланады. Жазалау түрлері де болды. Физикалық әрекеттен бастап үлкен көлемдегі васаби жеу қажеттілігіне дейін немесе одан да жаман нәрселер болды. Танорузо Намино-сан Накаки Нишито. Адамдар Тетрисы. Жылжымалы қабырғалар ретінде танымал бұл шоу шынайы өмірге осы танымал видео ойынның элементтерін алып келеді. Шлемдер мен тізе қаптары киіп алған шоу қатысушылар өлшемдері 3,9-дан 2,2 метр болатын жылжымалы қабырғаның тетрис сияқты тесіктерінен өту керек. Қатысушылар ол үшін секіруі, ең ыңғайсыз позаларды қабылдау керек. Егер олар өте алмай, тіреліп қалса, қабырға оларды суы бар бассейнге итеріп құлатып тастайды. Бұл команданың ұтылғанын білдіреді. Егер қабырға сынып қалса, қатысушылар ешқандай ұпай алмайды. Сокори тәттілері. Бұл не? Қарапайым есік тұтқасы, немесе ағаш тұтқанын жеуге болатын тәтті муляжы. Осыған ұқсас сұрақтарға Сокори тәттілері шоуының қатысушылары жауап беру тиіс. Жапон тілінен аударғанда Сокори бір нәрсеге ұқсас болу дегенді білдіреді. Қатысушылар тәтті кондитерлік өнімдерге ұқсас түрлі заттарды бір-біріне таңдап, күмән қалдырмау үшін оларды тістеп көру керек. Міне осылайша жапондар камераның алдында түрлі бәтеңкелер мен үстелдің аяқтарын жеп жатады. Әрине, егер қатысушы қателесе және оның таңдаған нәрсесі кондитерлік өнім болмаса, әдетте ешкім жеп көру ойына келмеген затын таңдаған сәтсіз қатысушыға барлығы күледі. Мизицу Назатоки, немесе жай ғана Деро. Қатысушылар бір бөлменің ішінде қамаулы бола тұра тірі қалу тиіс квест. Ойыншылар терең шұңғырға түсіп кетпеу үшін, құмға батып кетпеу үшін, немесе қандай да бөлме тап болмағанына байланысты басқа да жазаларды орындамау үшін өз миларының барынша жұмыс істеу керек. Әрине, шоу барысында ешкім шынымен де өлмейді. Тек қана мысалы бір бөлмеден шығатын жолды таба алмаса, ол ұтылған болып есептеледі. Әр шығарылымда қатысушылар 3 өлім бөлмесінен өтеді. Олардың өткені үшін ақшалай сыйлық беріледі. Йошими Токуи шоуы. Ересектерге арналған ең ақылға қонымсыз шоу шығар. Оны әзілкеш Йошими Токуи жүргізеді. Бұл тек қана еркектерге қатысатын караоке жекпе-жегі. Шоудың оғаштығы бұл жерде қатысушылар олардың көңілін тауып жатқан қыздардың әрекетінен қарамастан ән айтуын жалғастыра беру керек. Осыны жасай алған адам 1 миллион йен ақша алады. Бүгінге осы. Каналға жазылыңыз, лайк басыңыз, видео туралы өз ойларыңызды жазыңыздар. Және әрине жаңа видеоны жіберіп алмау үшін қоңырауды басыңыз. Келесі кездескенше.